Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін видеодағыдай осындай салфеткалар түрін тігіп үйренетін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Салфеткаларды тігіп үйреніп, тапсырыс қабылдап, өз бизнесіңізді бастасаңыз да болады. Ал енді салфетканы тігуді бастаймыз. Салфетка дайындауға бізге осындай материалдар қажет болады. Салфетканың матасына мен лен матасын таңдап алдым. Осындай кружева қажет, және салфетканы 38-38 шаршы етіп кесіп алдым. Одан кейін шторға арналған кольцо, лента, әсемдеуге осындай моншақтарды таңдап алдым. Алдымен кружеваны екі жақ шетіне осылай кесіп алған болатынмын. Одан кейін салфетканың төрт жағын екі қайтара бүктеп машинкада тігіп шығамыз. Салфеткаларымыздың төрт жағын екі бүктеп тігіп шықтық. Енді салфеткамызға кружевамызды тігіп шығатын боламыз. Ол үшін кружеваны теңде екі бөлікке бөліп, салфетканың бұрышына ұстап, дәл осылай бұрышты шығару үшін қиып аламыз. Қиылған жерді одан кейін біріктіріп тігуіміз қажет. Одан кейін бұрышқа дәл осылай қойып, көрсетілген бағытта кружевамызды тігіп шығамыз. Мінекей біз біріктіріп тігіп алдық. Бұрышқа дәл осылай қойып, енді салфеткамыздың үстіне тігіп шығатын боламыз. Мінекей достар, біздің салфеткамыз дайын. Енді сақинамызды дайындауға көшеміз. Алдымен шторға арналған сақинаға біз лентаны осылай ыстық клеймен желімдеп шығатын боламыз. Мінекей сақинаға лентамызды айналдырып орап шықтық. Енді ине жіп алып, үстіне моншақтармен әсемдеп тігетін боламыз. Мінекей біздің сақинамыз осындай әдемі болып шықты. Өз қалауларыңызға байланысты түрліше етіп әсемдесеңіздер болады. Салфеткамызды жақсылап үтіктеп аламыз. Оны дастарханымызға әдемілеп қоятын боламыз. Достар, видео түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Кәделеріңізге жарасын.